Мына кісі арызданып келді, иә? Түсіруге рұқсат деген. Мені мынандай Оны түсіндім сіздің рұқсат қағазыңызды біздің компанияның Сіздердікі керек емес маған. Естеріңізге сақтабаңыздар. Арызданушы осы кісінің арызы бойынша. бізді түсіруге рұқсатыңыз қайда? Мен сізді түсіріп жатырмын. Біздің рұқсатыңызда неге маған соттан жіберіп жатыр қағазды? Менің, например, мен сізден кредит алдым, иә? Ақша жағынан. Сіз неге мені мәліметті үшінші адамға жібереді? Мына жақта басқа бір адам маған жіберіп жатыр. слышите или нет? Түсінбеймін, мынау білесіз ба аппаратура қанша тұратын? Я знаю, сколько это стоит. Я знаю, Енді қазір төлегіңіз келе мы ма? должны предоставить разрешение на съемку. Вы кто? Где ваши... Жазылып тұрған міне, тұр. Какой канал? Оқысаңдар, Что у вас? көздерің ашық қой. Где у вас разрешение на съемку? Вы не можете просто так прийти. Это нарушение административное. Мазалауға болады ма? Нет. Нет, мазалауға болады ма? Сіз маған айтыңызшы. Сіз келіп маған Вы берсеңіз мен если клиент, Жоқ, сіз потому что сіз кіргізбейсіз ғой, мен қалай кіремін? мен сізді кіргізіп тұрмын ғой. Жоқ, қазір потому что біз ескі бір адам кіргеннен біз кіріп кеттік. Сіз есік Например, мен с утра мен Выйдите, мазалып пожалуйста, за эту кеттім. дверь, вы не можете Мен находиться алты баламды здесь, вы не нандық можете тиын табам ба, или былай сізге келіп, ойбай, неге сіз үшінші адамға мен мәліметті жібересіз? Неге? Сіз маған соны айтыңызшы, пожалуйста. Выходите, я вас прошу, по-человечески вы выйдете, по-человечески выйдете, вы не можете здесь находиться. Полицию мы вызовем, будем правы в этом отношении. Почему? Вот это Айта бер, человек, қазақша бұл. бір адам маған жіберіп жатыр. Кредит брала. Я 135 тысяч брала. Значит, төлемесе онда алаяқтарға беруге болады, иә? Алаяқ деп. Алаяқ жаңа мен жоғарғы қалалық соттан білдім. Жоқ, сіз айтып тұрсыз, үшінші тұлғаға неге бересіз? Иә. Не үшін үшінші тұлғаны қазір сіздің қасыңызға ертіп тұрсыз да? Сол Мен үшінші тұлға емес, мен бірінші тұлғамын. соның көзінше бірінші тұлға бұл кісі. Соның көзінше не үшін мен сізге информация беру керек? Ол кісінің Хотите что теперь сделать? Жоқ, сіз неге басқа үшінші адамға беріп отырсыз ғой мәлімет? Мынадай кісі алды. Неге сіз үшінші адамға беріп отырсыз? Мен соны білгім Елена келді. Копачевич, вы можете Не спуститься үшін? вниз тут? Надо ваш Не тоже. соттан, 14-тен На первый этаж. емес, какой-то бір ватсаптан жіберіп жатыр маған. Все. Айтыңызшы, не үшін сонда он... Какое право имеет сонда? Мен бұл кісіні түсіріп тұрмын. Мен сізді түсіріп тұрмын. Вы меня Жоқ, мен слышите? сізді жоқ, түсіріп қолыңызды тұрмын. шошайтып өйтіп әңгіме Жоқ, күтіп маған қолын жүгіртпесін онда. Қолын жүгіртіп, мынаны сындыратын болса бар ғой. Моральный материальный ущерб Какой берейін. моральный материал? Вообще кто? Вы вообще кто? Кто вы вообще? Кто здесь находится? Мен Вы түсінбеймін, идите в мен коридор. түсінбеймін. Прекрасно Қазақша сөйлеймін. понимаете, раз отвечаете на мои вопросы. Мен түсінбеймін. Қазақша Хорошо, сөйлеймін. тогда вы включаете и выходите. Қолыңды тарт, мынаны қарашы. Выключайте и выходите. Нападение жасап жатыр журналистқа. Міне, нападение. Вызову, вы без разрешения ведете съемку, вы не имеете права. Мы здесь тоже знаем. Иә? Айтсаңызшы соны, неге сол енді мәліметті беріңіз. Біз спокойно кетіп Не, аламыз. займер, робот, онлайн займақ дейді. Мына жерде Мен алдым 135 мыңда. Мен ақшам жоқ болғаннан мен төлей алмай отырмын. Мен басында 85 мың алып жатырмын. Мен өзім рабочий болып істеп жатырмын мен. 6 баланың анасы бұл кісіні қалай қинап жатырсыңдар, а? Еще 135 мыңнан тағы үстіне салып 208 мың. Мен мына 135 мың төлей алмай тұрған 208 мыңды қалай мен сразу тауып беремін сендерге айтыңдаршы. Присядьте, присядьте. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы мне сделали... Айта бер қазақша. Мен төлеймін, мен ода қашып жатқан жоқпын. Напишите, дайте бумагу и ручку. Пусть она Рассрочка жасаңыз, жоқ, сіз пожалуйста. осыға дейін бізге хабарластыңыз ба, график жасап беріңіз. принеси бумагу, ручку. Бір әйел айтты маған. Телефонмен сөйлесіз? 50 мыңды жасап берем, 50 мыңнан 4 айға бөліп берем маған. Төлей тұра тұрыңызшы, төлей алмай қалғаннан кейін сіз бізге тікелей келіп заявление, арыз жаздыңыз ба? Мен жағдайым осындай, мен төлей алмай жүрмін. Енді қазір не үшін бізге айталап отырсыз? Енді келмейсіз ба? Маған мазалап жатыр, мені Енді жарайды, сіз ол кісіге айтасыз, иә? Айқайламай айтыңыз, мен арыз жазамын. Уже потому что адам білмей тұр уже не істейтінін. Мен, например, бүгін айтырмын ғой, мен с утра мен мазалап, мен сен сотқа бердім, сен алаяқсың. Міне қараңыз, ол маған алаяқ жоқ, ол қандай қаржысы бар, үшінші адам. Даже сізда емес қой, былай қараңыз, сізда емес. Мен алаяқ деп басқа адам звондап, мынау кісі, сен алаяқсың. Мен сені 50 мыңы басында айтқан, 50 мыңнан жасап берем, сен маған 50 мыңды жібер. Жоқ ақшам, шындық айтсам, жоқ ақшам ол ақшам. Қазір арызыңыз жазыңыз. Арызыңыз жазыңыз.
құжаттарыңызды қосыңыз қасына, не себепті сол кезде ғана сіздің ісіңізді қарастырады. Біз сіздің не болып жатырғанын білмейміз ғой. Сіздің келісім шарт бойынша, егер сіз қарызды уақытылы қайтармасаңыз, компания үшінші тұлғаға өткізуге құқылы. Сонда өткізіп берген ғой, иә, бұл кісінікі? Келісім шартта көрсетіліп тұр. Мен сізге жауап бермеймін, сіз біздің клиент емессіз. Мен журналистпін. Журналистке жауап беруге міндеттісіздер. Сіз қанша пайызбен беріп отыр бұлар? Короче, менікі 135 мың мен алғам. Сол мен қазір 208 мың. Сонда 100%. Пенясы өзі былай неге тексерту керек? 100% деген болмай ма? Бардым мен рабакешке барып айттым. Любой жерге это ваш конституционный прав, правильно написано? Нацбанк, вопрос, вы должны разложить, написать вопросы, на все вопросы, вы соларға отвечать етеміз. Олар бізге және сіз хатыңызды былай жібереді. Бірақ цивилизованно жасау керек. Одан біз қашып отырған жоқпыз. Енді халықта қиналады ғой, шындығын 135 мың алып, 200... Мусор өзі, свет, газ, о бәрі мен мойымда тұр. Шын айтып, ол бәрі мойымда тұр. Жазу керек қой, жазу керек. Иә, мен сізге айтып отырмын ғой, сіз сразу. Мен сотқа шақырып жатырмын. Мені. Енді жәнегені айтып отырмын. Мен сотқа хабарлассам, олар алаяқтар дейді. Ондай жоқ дейді. Сонда сіздерден ақпарат кетіп қалып отыр, утечка информация, көрдіңіздер ме? Жәнегін бәрін реттеп жазу керек қой, жазатын жерге. Мына жерде қызметшілерің сатады сол ақпаратты. Оны алдымен доказать ету керек. Сосын алдымен жазу керек. Сол үшін біз внутренний жәнегі расследование жүргіземіз. Сол үшін жүрміз ғой, сол үшін. Микрокредитті алдым. Мені соттандашы деп айтып бармаймын ғой. Значит, мына жақтан шығып тұр ғой, мына жақта болмаса ана қазір заявление жазғаннан кейін біз реттеп қараймыз ғой. Қайдан кімге кеткенін. Аты шығып тұр, Жанар. Қалай жазып тұр, Жанар. Соны бәрін жазып реттеп тіркеңіз. Мен жаңа қалалық соттан тексерттім. Бұлай келмейді дейді. 14-14-пен ресми түрде жіберу керек дейді. Тек орысша жазған ана жерде. И Билайн телефонды қойған. Мен бірден білдім, бұлар алаяқтар дедім. Бірақ ана Жанар деген қыз қазақша сөйлейді. Сонда қазіргі Ресейдің алаяқтар Қазақстанға да келіп істеп жатыр деген сөз. Оларды ұстауымыз керекпіз. Қанша адам алданып жатыр, міне. Бүгін сот бар. Жоқ, жедел түрде 50 мың теңге жіберіңіз, әйтпесе ертең сотталасыз деп қорқаған ғой, көрдіңіз бе? Жоқ, бар, полицияға арыздану керек бар. 50 мың теңгесі жоқ. Полицияға арыздану. Телефоны бар ғой, дұрыс па звондаған телефон? Бар. Енді полицияға барып арызданбайсыз ба? Енді өзі барып арыздансын өйткені оның. Жоқ, енді вообще айтып отырмыз, сіз айтасыз. Жоқ, алдымен осы жерден бастайық депті, мүмкін сіздер жіберген шығар деген ой болды да. Вот, міне. Көрдіңіз бе? Тілде болу керек бірінші. Сіз барған жерін бәрін Заң замечание еттік, қойдық қой недавно, көрдіңіз, как временно ретіне тұрмыз. Қазір заказ кеткенде сразу официально болады. Жоқ, үстіндегі управление, урегулирование задолженности дейді. Сол қазақшасы қайда? Вы же сказали, я же сказала, да. Новую. Қанша уақытта бұйырса? Все болды ма? Процент ертең жасай берсем, қазір бастыққа айтады, мына кісі. Да, руководство рассмотрит, ему заказать ету керек. Ақша бөлу керек ол. Конечно. Бір ай жететін шығар? Бір айда, конечно. Бол. Осылай өзіміз түзетпесек. Бұдан 6 ай алдым займеттен 140 мың теңге алған. Төмендегі көршіге су түсіп, ол көршім $1000 төлесін деген қарыз алып 140 мың теңге бұлардан алғам. Мен 260 мың теңге процент төледім. Енді мен 3 мәрте заявление жаздым. Арыз жазып жатыр. Өтініш, пенсиям 40 мың теңге ғана. Мені графикке қойыңдар деп айтты. Соннан документ керек деді. Пенсия алатыңыз, шынымен пенсия алатыңыз документ керек деді. Бүкіл документті жинадым, мені 3-ші мәрте бүгін қайта звондап отыр. Бүгін төлеуім керек, тағы 35. Мені процентке қоймай жатыр. Хотя менің пенсиям мизерный 40 мың теңге. Мен уже үлкен бастықтарына келсем, бастықтар жоқ екен. Мына қыздар келсең алдап жібереді. Қоямыз, бара беріңіз ондаймыдай деп, ай сайын 35 мың теңге, мен 260 мың теңге төледім ұш. Мен бұлардан аған ақшаны 10 есе көрсіп төлеп жатырмын. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне келдік міне. Мәселелеріңіз шешілетін болды ма? Не болды? Соны айтсаңыздар. Менікін шешілетін болды. Енді қазір не айтты маған оны? Ой, қағаздарын жинап беру керек маған. Соны 15 күннен робокештен ответ келу керек.
15 күннің ішінде жауаптың қағазын сол қағазбен келемін мен. жаңа Процесс. пайыздық көрсеткіштері жоғары болып тұр ғой, иә, заңсыз. Соны сояқтан қазір робокеш жағынан барғанда уже 4 рет звондап жатыр маған. Жасап береміз, пайызыңызды түсіріп береміз. Қаншалық түсіретін болды? 20 мыңнан жасап береміз дейді. Жоқ, сонда пайызды қаншаға түсіреді? Бұрын 100% болды ма? 200% болып кетті ме? 280 мыңнан 165-ке түсіріп береміз деп жатыр. 4 рет жаздым дедіңіз ғой. 4 рет жазғанда 2 рет көк базардың жанындағы торговый дом алманың ішінде займер бар, ол жерге 2 рет жаздым. 2 рет бұлардың займердің со Рокепштің главный офисі Монгольская 44-ке 2 рет барып жаздым. Ең соғысы 28 январда, бүгін тағы жаздым. Ол сонымен бәрі 4 рет болады. Ешқандай результат жоқ, ешқандай көмек жоқ. Сол процент төлеп 240 мың теңге ақша төлеп. 100 мың теңге ақша төлеп алсам қалай күшті болады? Мен қатты қысылған екен, алдым. Өмір алып көрмеген болатын. Бірінші мәрте алып осындай опық жеп отырмын. Мен 2 есе 3 есе көп төлеп отырмын бұларға. Енді оған енді көзім жетіп жатыр. Мен артық 240 мың ақша төледім. Алғаным 140 мың теңге. Сонда мен 100 мың ақша бұларға төлеп отырмын, тағы 180 мың төлейсің деп отыр. Қалай төлеймін 40 мың теңге 50 миллион? Қалай төлеймін? Разы емеспін. Өте нашар компания болып тұр. Өте нашар екен. Адамды кішкене ойлау керек. Енді сонша проценттерін қымбат болғаннан риза емеспін. Рахмет. Жақсы.